Қазіргі күні елімізде сыбайлас жемқорлық сипатындағы қылмыс кең тараған, әсіресе құқық қорғау мен білім саласы көш бастап тұр. Өңірімізде аталмыш салаларға қатысты коррупцияның көлеңкесін түсірмеу және қылмыстың алдын алу мақсатында сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттік мамандары ұстаздармен және құқық қорғаушылармен кездесіп, түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Сыбайлас жемқорлық бұл қызмет дәрежесін жеке мақсатта пайдалану, яғни белгілерінің бірі пара алу болып табылады. Ол қоғамға тек зиянын тигізіп, оң нәтижеге жеткізбейді. Себебі сыбайлас жемқорлық тәмсілінде параны көбірек беруші ғана жеңіске жетіп, өз дүниетанымын бұзады. Жалпы биыл 9 ай көлемінде республика бойынша 1589 қылмыс тіркелген сыбайлас жемқорлық қылмыстары. Оның ішінде Қызылорда өңірінде 62 қылмыс, осылайша республикадағы үлесін қарайтын болсақ, бар жоғы 4 қана пайыз. Бұл көрсеткіш республика көлемінде өте төмен көрсеткіш. Және де өткен жылмен салыстырғанда 30%-ға тағы да төмендеген Қызылордада тіркелген қылмыстарын. Біз бұны ең алдымен өңірде жасалып жатқан алдын алу жұмыстарымен тікелей байланыстырамыз. Яғни бүгінгі күні сыбайлас жемқорлықтың тек қана салдарымен күреске ғана емес, сонымен қатар оның себептерін анықтау, қоғамда парасаттылық, адалдық құндылықтарын дәріптеу бойынша идеологияның қарқынды түрде жүргізіп жатқан жұмыстың нәтижесімен байланыстыра аламыз. Бұдан бөлек сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін төмендету бағытында үгіт-насихат жұмыстарының оң әсер беретінін ұғынып, қоғамдық сананы жаңғыртуда адалдық, адамгершілік принциптерін сіңіруіміз керек дейді агенттік өкілі. Соңғы осы нарықпен келген, әлемдік нарықпен келген бір сұрқия саясаттың дерті деп білемін мен жемқорлықты. Бұл жемқорлықтан құтылатын қазақ үшін бір-ақ жолы бар. Ол өзінің байырғы тұла бойында қалыптасқан бір рухани бір қазынасы бар. Ол жанашырлық. Ең алдымен қазақтың жанашырлығы. Алдыңа жаңағы шүперекке түйіп, өзінің жұмысын, жаңа басына түскен ісін саған айтып келіп, үміттеніп, бүкісін тағып сенің алдыңда отырғанда, соған барынша әрбір қазақ жанашу керек. Қазақ қазаққа жанашса, болашағымыз жақсы болады. Мен соны білемін. Басқосуға қаладағы жоғары және орта арнаулы білім беру ұйымдарының басшылары қатысты, ал аудандағы білім беру ұйымдарының қызметкерлері қашықтан Zoom платформасы арқылы байланысты. Тоғжан Үбайділлә, Айдана Кауленова, Берік Бәйімбетов, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.